Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен мистер Нура. Бүгін мен кішкентай кезімізде көрген Ben 10 атты мультфильмнің шындығын ашатын боламын. Видео басталмастан бұрын маған тіркел, себебі мен өзімнің подписчиктеріме тіркелетін боламын. Ben 10-ге келетін болсақ, ол қарапайым отбасыда дүниеге келген 10 жасар бала еді. Енді сағатқа көшейік. Ол қайдан, қалай пайда болды және оның ішінде 10 өзге ғаламшарлық адамдар не істеп жүр? Жер планетасынан басқа барлық планетаның Кини атты билеушісі бар. Оның күші соншалық кез келген планетаны жоқ қылып жібере алады, бірақ ол оны істемейді. Ол өзге ғаламшарлық монстрларды жек көреді. Бір күні ол 10 монстрды ұстап алады және оларды кішкентай ескі сағаттың ішіне өзінің сиқырымен салады. Ол сағатты жер планетасына қарай лақтырып жібереді. Ол сағат Ben 10-нің ауласына түседі және Ben 10 оны тауып алып қолына тағып алады. Жалғасы 1000 лайктан соң.